Барлықтарыңызға сәлем. Мектеп кезінде 5 теңгелік коржик сатып алып жейтін едік. Осындай бір кереметтей балалық шақтың дәмін еске алып, үй жағдайында осындай жұп-жұмсақ коржиктер жасап көріңіздер. Жұмыртқа қажет етпейтін ең қарапайым рецепттердің бірі. Бар болған үйде айран табылса жеткілікті. Қараңыздар, ыдысқа бірінші алдымен айран құйып аламыз. Бұл жерде бір 370 граммдай айран. Оған бір шай қасықта ас содасын қосамыз да жақсылап араластырамыз. Ас сода мен айран реакцияға түсіп, осындай көпіріп шыға келеді. Жақсылап араластырып алған соң, енді оған шекер қосамыз. 270 грамм шекер қосып, оған аздап қана тұз қосып жіберіңіздер. Сосын үстінен сұйық май. Граммдан барлығын мен описаниеға жазып қалдырамын, қарап алыңыздар. Енді осы шекер ерігенге дейін жақсылап араластырамыз. Міне шекеріміз еріді деген кезде енді ұн қосып отырып қамыр илеп алатын боламыз. Ұнды алдымен аздап қана салған соң бір шай қасықта разақ ретіл қосамыз. Менде осындай сары түсті разақ ретіл. Енді жұмсақ етіп қамыр илеп аламыз. Міне қамыр осындай қолға шамалы ғана жабысады. Қолымызды тазалап алып, мінекей қараңыздар, жұмсақтығы осындай болып шығады. Енді қамырды жайып формаларға келтіретін боламыз. Қамырды жайған кезде 1 сантиметрден кем болмасын, жұқа қылып жайып жүрмеңіздер. Сосын кез келген өздеріңіз қалағандай формамен кесіп алсаңыздар болады. Мен осындай шай кесемен кесіп шықтым, үлкендеу етіп. Дәл осы рецептпен 3 рет жайдым қамырды. Үш рет жайған кезде осылай 7 үштіктен шықты. 21 үштік коржик шығады дәл осы рецептпен. Қаласаңыздар бұдан азайтып, көбейтіп жасауларыңызға болады. Енді мінекей кесіп алған коржиктардың бетіне айран жағып шығамыз. Айранды жағып болған соң, осы қалпында қалдыруға да болады, немесе мен секілді осылай вилканың көмегімен мынандай қылып сызып шықсаңыздар болады. Бұл енді өз қалауларыңызша қалағандай етіп сәндеп шығыңыздар. Мінекей осылайша 180-200 градуста пісіріп аламыз. 20-30 минутта пісіп шығады. Қараңыздар, осындай жұмсақ болып пісіп шықты. Өте дәмді. Бір жасап көріңіздер, асты үсті бірдей болып, әдем болып, қып-қызыл болып пісіп шығады. Ең бастысы, ең жылдам, ең оңай рецепттердің бірі. Ас болсын.